Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Вирусты инфекция кезінде су берудің өте маңыздылығы туралы айтамыз. Құрметті аналар, әкелер, суды балаға өте көп мөлшерде беру керек. Мысалы, қалыпты жағдайда 30 мл 1 килограммға болса, соны 2 еселеп балаға су беріп отыруымыз керек. Себебі су мына вирусты инфекцияның көбеюінің, оның бөлетін ағзаға токсиндерді зәр арқылы шығарады. Балаңыз көп мөлшерде су ішіп және көп мөлшерде зәр шығаратын болса, осындай ауырған кезде баланың жағдайының жақсаруына көмектеседі. Және су осы вирус токсиндері қан тамырларды зақымдауынан да қорғап қалады. Сонымен қатар яғни баланың жағдайын жақсартуға көмектеседі. Сондықтан балаға айналасына әр түрлі ыдыстарға су құйып қойып қойыңыз. Әдемі ыдыстарға бала өзі ішкісі келетіндей етіп, айналаға әр түрлі әдемі ыдыстарға су құйып қойыңыз. Бала жиі су ішіп, жиі кіші дәретке шықсын. Бұл да баланың жағдайының жеңілдеуіне алып келеді. Сонымен қатар сіздермен болған Бегім Талапқызы, ауырмаңыздар.